Мамандықпен істемеу де негізі үлкен проблема емес, егер де адамдар бақытты болса. Өмірден мән іздейсің ғой, былай айтқанда. 82% адам өз жұмыс орнынан ырза емес. Балалар шешім қабылдау кезінде ата-ана мен мұғалімдер ықпал етеді. Әскери сала қатты барғым келді. Жасанды интеллектпен интеграция жасау арқылы балаларға көмектесудеміз. Психолог білген жұмыс жүргізбейді мектепте. 8 ай бесплатный консультация бердім. Ты должен на работу идти, как на праздник. Тамақпен холодильниктің айналасында жүрген халықпыз. Алу керек, бірінші орынға жету керек. Сіз ықпал ете аласыз айналаңызда адамдарға. Кемшіліктеріңізді айтайық. Давай. Біз бақыт обещаю гарантия бере алмаймыз. Бірақ сіз бақыттырақ боласыз. Армысыздар, арнамызға қош келдіңіздер. Бұл подкаст тайм жобасының кезекті шығарылымы студия қонағымен таныстырып өтейін. Адами капиталды дамыту бойынша эксперт, профориентолог, Тану Ай компаниясының директоры Бабур Әділханұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Шақырғандарыңызға рахмет. Сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет айтамыз. Бүгін біз Бабур мырзамен адам бойындағы мықты қарым-қабілеттерін анықтайтын Гэллоп тесті жайлы әңгімелесеміз. Бабур мырза, жалпы Гэллоп тестінің маңыздылығы адамдар арасындағы сұранысымен бүгінгі таңда әлеуеті қандай? Гэллоп тесті бұл Америка құрама штаттарында институт общественного мнения деп айтады. Социология саласында ең үлкен институт, ғылыми зерттеу орталығы. Олар мына мемлекеттері бақытты деген рейтингтер бар емес па? Солар жасайды, и олар 200-ден астам мемлекетте өздерінің жұмыстарын жүргізеді. И бұл Гэллоп тесті деп аталу себебі сол организацияныкі, бірақ негізгі былай точный есімі оныңкі Clifton Strengths 34 деп аталады. Бұл Strengths деген адамдардың таланттары, қасиеттері. 34 талантқа сілтеме. И бұл тесттен 33 миллионнан астам өткен адамдар. И бұл тестті топ компаниялар, топ менеджерларына тапсыртқыздырады, себебі мықты кадрларды алған кезде сіз олардың қабілет қасиетін ескеруіңіз керек, себебі адам болмысы бар емес па? Болмысымен сіз санасуыңыз керек. Сол үшін бұл тест өте құнды инструмент, былайша айтқан кезде тегінде емес, арзанда емес. Дұрыс айтасыз, иә. Өзінің бағасы бар. Өзінің бағасы бар, ол $60. И вот адамдар бұл тест тапсыру арқылы өзінің жұмыс форматын, өзінің жақсы көріп көрмейтін салаларын анықтау арқылы өзінің эффективностін арттырады. Сіз жұмысшы алған кезде оның эффективностіне қарайсыз. Дұрыс айтасыз, иә. Тек қана бірінші кіреберісте айлығына қарайсыз, компетенциясына қарайсыз, жұмысқа алғаннан кейін сіз келесі этапта эффективностіне қарайсыз. И вот как раз таки адамдар эффективностін арттыру үшін бұл тест тапсырады. Жалпы бізде жаңа эффективностьке қарайды деп жатсыз ғой, сол қаншалықты негізі жақсы жүзеге асқан елімізде. Бізде негізі көп компанияларда білесіз, часто выгораниеге ұшырап жатады, күшті немен келеді, мотивациямен жұмыс істеймін, бұл менің салам, бұл менің жұмысым деп. Бірақ бір-екі ай өткеннен кейін тез сөніп қалады. Көздегі от тез сөніп қалады. Бұл жерде көп себеп бар. Егер институт, бұл жұмыс әлемінде жатсыз ғой. Егер жұмыс әлемі бұл қашан басталады? 18 жастан кейін, 22 жастан кейін басталады. Біз сразу университеттен кейінгі жұмыс әлемін алайық, себебі сапалы деген эффективный жұмыс әлем бұл жоғары оқу орнын талап етеді. Біздің елімізде 82% адам өз жұмыс орнынан ырза емес. То есть жұмысты ауыстыру процесінде. Енді сіз ойлаңыз, сіз жұмысыңызды жақсы көрмейсіз. Сіз жақсы көретін жұмыс где-то басқа жақта. И сіздің ойыңыз сол жаққа қашан барам, қашан сол бастық болады екен, қашан былай ақша санап, финансист болады екен деген сияқты арманмен жүреді адамдар. Енді сіз ойлаңыз, чемодан настроениеде жүрген адам қаншалықты эффективный болуы мүмкін. И бұған себеп, егер де жұмыс әлеміне дейінгі университетті алатын болсақ, университетті бітіргендердің 66% өз мамандығымен істемейді. То есть вуз жоғыны бітіргендердің 60%, егер сіз колледжді де мамандандыру деп есептесеңіз, ол жерде 66% шығады. Бұл дегеніміз, елімізде көпшілік өз мамандығымен істемейді, және мамандықпен істемеу де негізі үлкен проблема емес, егер де адамдар бақытты болса. Бұл 82 деген ол точно бақытты халықтың көрсеткіші емес. Ал университеттерде не үшін болып жатыр? Себебі мектептерге келеміз. Мектептерде бұл профориентация деген нәрсе соңғы жылдарда актуальны бола бастады. И ол жерде профориентаторларға керек методология, поддержка, төлемақы. Былайша айтқан кезде ол жерде профориентатор өте сондай мүшкіл халде, балаларға олар перспектива туралы айту керек, балалардың бақытты болу туралы айту керек, бірақ өздерінің не компетенциясына байланысты, не жұмыс абыройына, статусына байланысты, не жалақысына байланысты ешқандай бір перспектива жоқ салып отыр.
Біз мектеп оқыған жылдары профориентолог деген маман болған жоқ. Бізде тек психолог қана болды. Психолог бір жылына бір рет қана көреміз. Психологиялық тест алып келеді. Тесттің базасында сен экстравертсің ба, интровертсің ба, меланхоликсің ба деген қарым-қабілеттерімізді айтып беретін. Сонымен мәз болып жауабын естіп жүретінбіз. Бірақ нақты мамандық таңдауға келгенде мектептен бізде ешқандай қолдау болмаған. Біз 11 бітірген жылы 19 түлеп шықтық. 19 оқушының ішінде жалғыз мен шығармашылық бағытты таңдап бетбұрыс жасаған болсам, 18 менің сыныптасым медицина саласына барды. Медицина саласына барған 18-нің қазір біреуі медицина саласына қызмет қарамайды. Бұл жерде профориентологтардың, психологтардың және ата-аналардың ықпалы деп ойлаймын. Мамандық таңдауда көбі қателесіп жатады. Мамандық таңдаудың 87% балалар шешім қабылдау кезінде ата-ана мен мұғалімдер ықпал етеді. Мұғалім дегеніміз бұл өмір бойы мектептің қабырғасында екінші анаң деп айтады бізге. То есть өмір сүрген адам. Ол бизнестің ішінде қаншалықты түсінеді, продажаны қаншалықты түсінеді. IT-дің ішінде 50-ден астам мамандықтар бар. Былайша айтқан кезде мамандықтарды білмейтін адам мамандықтарға бағыттау керек. Бұл қалай болады? И ата-аналар ата-аналардың 87% дедік қой. Олардың да 75% балаға ұсыныс жасаудан бұрын, балам сен медицинаға бар деуден бұрын, медицина саласын зерттемейді, баланың қабілетін зерттемейді. Былайша айтқан кезде біз ауруымыз мүмкін, давай сен медицинаға бар. Мен де биология таңдадым 11 класста. И жылдың жартысында географиядан ауыстым. Былайша айтқан кезде менде биологияға дайындыққа 6 ай болды. Мен де былайша айтқан кезде бағытымды ауыстырдым. Себебіне оған дейін бір фундаментальный бір подход болған жоқ. Ал сол кезде мен әжем қуанды. Ура, менің балам биология таңдады, енді медик болады, бізді емдейтін болды. Мен айтамын, медицина 11 жыл оқуға желание жоқ менде. Біреуде бір медик болу керек деген қағида бар. Біреуде бір медик болса, әжеме айттым, әже, давайте мен сізге келін әкелемін. Медик келін алып келейін дедім, сөйтіп құтылдым былайша айтқан кезде. Мұғалімдік қазір негізі мен мамандығым мұғалімдік болғанмен қазір IT саласына келдім. Себебі мұғалімдіктің ішінде мен ескермеген екенмін. Ол жерде документпен айналысу керек, ол жерде рутиналар бар екен. Себебі мен өзімнің гэллоп тестім стратег деп айтады, то есть менің интеллектуальный сапалы жұмыстармен айналысқым келеді. Мұғалімдікте сен алғашқы 3 жылдан кейін сен биологияны бүге-шүгесінен түсініп аласың. Оны тағы да 35-40 жыл бойы пенсияға шыққанға дейін, зейнетақыға шыққанға дейін оны қайталай берумен желание болған жоқ. Одан кейін барып басқа салаларға кеттім. И соңғы 9 жыл білім саласында мен кәсіпкермін. И қазіргі таңда біз профориентация дегенді жасанды интеллектпен интеграция жасау арқылы балаларға көмектесудеміз. Былайша айтқан кезде профориентация саласы әлі жұмыс жасалған сала емес. Былай айтайын, грантқа ориентация деген бар. То есть оларда профориентацияның бір саласы десек болады. Ол жерде профессияларға қалай грантпен түсуге болады. Бұл үлкен жұмыс бар, соңғы жылға қарайды, рейтинг шығарады, сөйтіп университеттерге бағыттайды. Бірақ бұл университетке түскеннен кейін бала бақытты бола ма, жұмыс жасай ма, бұны ешкім қазірге бір қолын ұшын тигіздіріп жатқан жоқ бұл салаға. Тек қана бағыт беріп қояды, ары қарай жұмыс жүргізілмейді, сол күйінде қалып қояды ғой демек. То есть университетке түсу үшін бағыттайды, грантқа түсу үшін да, грантқа түскеннен кейін өмір таусылмайды ғой. Дұрыс айтасыз, ары қарай. Оқушының өмірі таусылады, бірақ адам салада кәсіпкерлің өмірі басталады, кәсіптің өмірі басталады. Бұл деген сөз сен қайтыс болғанға дейін немен айналысасың деген сөз да. Жаңа өзіңіз айттыңыз, педагогикаға түстім, педагог маман болдым, биологиядан географияға ауыстым деп. Яғни сіз осы гэллоп тестін тапсырғанға дейін педагог болып жүріп, кейін барып өзіңіздің басқа да қырларыңызды анықтадыңыз ба? Қалай келдіңіз жалпы осыға? Мен 2012 аяқтадым университетті. И одан кейін биологияны ағылшын тілінде гимназияда сабақ бердім. Ол жерде жұмыс өте қызық болды, бірақ жаңа документацияға байланысты жұмыстар келген кезде мен аяқтай алмайтын тұғым. Мен реально алғашқы құдай өз кешірсін, дұрыс емес, конечно, бірақ мен жылдың соңында ғана документацияға айналысып бастадым. Жылдың ішінде вообще маған қызық емес еді. Қағазбастылық сіздікі емес. Менікі емес. Ол кезде қазіргі күндегі сияқты онлайн жоқ қой, көп нәрсе автоматизировать етілмеген. Ол жерде қолмен жазу керексің. И мен бұл нәрсені түсініп, бұл нәрсенің міндет екендігін білген кезде оны істеу барысында өте көп энергиям жоғалтатын тұғым. И содан мен оқу орталық университетке ауыстым.
параллельно география алғашқы махаббатымды оқыдым бәрібір. И оны бітіргеннен кейін оқу орталығын аштым. Ол жерде біз балаларды интеллектуалды дамуына арналған оқулықтар жаздық. Ол жерде мен методологияға жауап бердім. Менің әріптесім, партнерім ол именно бизнес бөліміне жауап берді. И біз оқулықтар жаздық. Одан кейін Галлапты мен 2021-де ғана тапсырдым. Біздің оқу орталығымыз Қазақстанның 4 қаласында 6 филиалымыз болды. Пандемиямен бірге бізде жабылдық. И вот пандемия кезінде сондай бір экзистенциональный жаңағы сондай ситуацияға түстім. Мен не үшін өмір сүріп жатырмын, бұл жұмыстар не берді? Негізі мен ойымша пандемия көп адамдарға осындай саналылық берді, осознанность берді. Рухани құлдыратып та жіберді көп адамдар. Ну, құлдыраумен бірге адамдар как раз әлсіз болған кезде сіз ситуацияны трезво анықтай бастайсыз. Ойланасың, ойлана бастайсың. Зерттейсің, яғни жалпы өмірден мән іздейсің ғой, былай айтқанда. И мен сол кезде вот сондай запрос болды, мен қашан бақытты болдым деген сұрақ сұрадым өзіме. Мен ең бақытты болған кезім бірінші курс екен. Бірінші курста, одан кейін мен анализ жасап бастадым. Бірінші курста не үшін мен бақытты болдым, кімдермен араластым, жұмысым қандай форматта болды. И сондай ізденіс барысында Галлап тестпен кездестім. Галлап тестті 20 күн зерттеуден кейін тапсырдым. Тапсырғаннан кейін тағы да 40 күн зерттеуге кеттім. Интернетте не бар барлығын зерттеп бастадым дағын. И оның методологиясы маған қызық болды. Қайта методолог болғам ғой, алдыңғы жұмыс орнында. И тем более ол кезде интеллектуальный жұмыс еді. Бұл жерде де интеллектуальный жұмыс болды. И Галлапты разгадать етумен бастадым. И сөйтіп 8 ай бесплатный консультация бердім. И уже ол периодта Оралдан Алматыға көшіп бардым осы жұмыс үшін. Команда жинақтап бастадық. И нәтижесінде бір жылдың ішінде 24 кәсіпорын араладық. Екібастұздағы ең үлкен тепличный комплекс араладық. Ол жақта 40 гектар ма? 40 сотық па, білмеймін. Өте үлкен. Өскеменде ең үлкен элеваторға бардық Қазақстанда, Шымкентте ең үлкен нефтеперерабатывающий завод деген сияқты әртүрлі жұмыс орындарын зерттеп бастадық. И бұл жұмыс орында адамдар қалай өмір сүреді, қандай проблемалары бар. Біреулерде текучка проблема, біреулерге кадр жоқ. Вот Таразға жаңағы комбинатқа бардық. Ол жақта айтады, бізде жұмысшылардың барлығы 45 жастың үстінде дейді. Жастар келмейді, келсе кетіп қалады, айлығы аз деген сияқты. То есть жұмыс әлемін зерттедік и жұмысқа тура келетін адамдардың мінездерін жинақтап бастадық. И сөйтіп келесі жылы мектептермен жұмыс жасап бастадым. Бір жаңа жекеменшік мектеп болды платный, бір бесплатный мектеп болды социальный, өзім менде всегда социальный тарап бар. И екі мектепте жұмыс жасау барысында методология, профориентация методологиясын қалыптастырып бастадық. И жүйелі түрде жұмыс нәтижесінде уже мектепте қандай проблема бар, администрацияның қандай проблемасы бар. Частный мектеп болған кезде учредительдердің проблемасы бар, былайша айтқан кезде ақша табу керек олар. Администраторлар миын ашқысы келмейді, уже и так олар жыл сайын өзгерістен шаршап кеткен. Маған тиіспесеңдер болды деген немен жүреді олар. Қайттан келді, надо кетіңдерші бар дейді. Профориентатор и так жүр, оның немен айналысын білмейді, ол айналысқан жұмысы бір университетті шақыру немесе бір университетке апарудың айналасында шектеледі. А оқушылар вообще олар хабары да жоқ, оказывается, олар 66%-ға қосылатынына. И вот сондай ситуация тұғын. И біз бұл нәрсені жұмыс жасау барысында методология қалыптастырдық. И мен түсінгенім біз классический жолмен бұл проблема шешілмейді, себебі біз бір балаға отчет жазуға 3 күн 4 күніміз кететін тұғын. Себебі сіз баланы тану керексіз. Тану керексіз, одан кейін балаға өзін таныту керексіз, одан кейін баланың ата-анасына таныту керексіз, себебі мамасы келеді, мен балам алда емес, мен балам мынандай дейді. Одан кейін оны администрацияға доказать ету керексіз, ақша алып тұрсыз ғой, енді соны доказать ету керексің жұмысыңды. Бұның барысында сен баламен жұмыс жасау уақытың просто жоқ. Яғни бұл кәдімде бір жүйелі жұмыс екен ғой, оқушы, ата-ана, сізге мен айтайын, өте қызықты кейстер капец көп болатын тұғын. Енді байдың балдары ғой. Сен балаға айтасың, сен күшті сөйлесе аласың ба? Сен адамдарды жақсы көресің ба? Сен күшті сезесің ба? Давай сен HR боласың, қыз. И қыз айтады, вау, мен точно HR болғым келеді. Рахмет, ағай, вот солай да. И келесі күн мамасы келеді. Мен қызым не үшін HR деп айттыңыз? Енді қызыңыз күшті сезіне ма? Дейді. Күшті сөйлей ма? Адамдарды жақсы көре ма? Енді бұл қасиеттер HR-да керек па? Енді қызыңыз соны таңдаса қалай болады? Жоқ, мен одан технический сфераға барған қалаймын. Не себепті? Папасы HR болған, ақша таба алмады. Мен ол сияқты болған қалаймын, сол үшін осындай. То есть, и мамасымен тағы да 1 сағат жұмыс жасау керексің. Ол барып жалобы жасаса, администрация еще түсіндіру керексің. Ол
еще ата ана айтады мен ақша бердім и мен балаға қарсы қойып қойдым деген сияқты да. Сөйтіп келесі күні папасы келеді мен айттым, вот мамасына мен айттым бұл қыз осындай деген сияқты да. И ана жерде семейный драманың арасында қалып қою ықтималы өте көп, и біз реально ондай кейстер көп болды да. И уже түсіне бастадық. Бұл сен отчетты детально жазу керексің, более точно жазу керексің. Реально ата-ана бала да түсінетіндей қылып жазу керексің. И вот жасанды интеллект шыққан кезде менің миымда пазл жиналды. Все, біз қалай шешеміз? Бүкіл Қазақстанда жетім мектептің проблемасын қалай шешуге болады деп ойлайтын тұғым. Вот жасанды интеллект шыққан кезде біз методологияны IT мен жасанды интеллект платформа жасап бастадық. И біз қазіргі кезде бір отчетқа қанша күн жұмсайтын едік жаңа? 3-4 күндей. Иә. И біз сондайдың 6 отчетына қазір 1 минут жұмсаймыз. 1 минут. 1 минуттың ішінде профориентатор әрбір балаға уникальный отчеттар дайындай алады, уникальный мамандықтардың тізімін жасай алады, уникальный кітаптар ұсына алады, уникальный жұмыс задачалар бере алады. То есть нәтижесінде профориентатордың жұмысы ата-анаға доказать ету, администрацияға доказать ету, балаға доказать ету емес. Қанша энергия? Еще оның қиындығы біз автоматизировать ете алмайтын едік қой. Уникальный ғой әрбір бала. Оның тек қана галып уникальный емес қой. Проблема оның финансовый положениесі бар, оның ата-анасы біздің әр үш отбасының біреуі ажырасқан. И сіз егерде ол ауқатты сегментті есептесеңіз, ол жақта ажырасу одан да үлкен. И нәтижесінде сіз үлкен проблеманың арасында сондай бір тура жол табуыңыз керек. Почти сіздің жұмысыңыз балаға рекомендация беріп, оның перспективасын көрсету емес, соған дейінгі мына проблемалармен айналысып, просто жарты жолда қалып қоясыз да. И біз шынында мамандықтарды, мысалы, бала айтады, сіз не үшін менеджментті ұсынып тұрсыз, ол не істеу керек деген кезде біз не істейтін тұғымыз, қайттан сайттарға кіреміз, атылсын ол профессияның ішінде білім саласы жоқ қой. Оны біз басқа жақтан іздеп бастайсың, короче. Ол жақтан балаға жібересің, бала түсінбейді, қайттан түсіндіресің, в общем, түнгі сағат 3-те отырып, WhatsApp-тан сообщениялар жібересің, таңертең тұрған кезінде жауап берсін деген сияқты. В общем, сондай проблемалар туған. И вот қазіргі кезде, құдайға шүкір, біз уже 25 мектеппен жұмыс жоспарлап жатырмыз. Оның почти жартысын уже неттік. И қазіргі таңда профориентатордың 99% жұмысы жеңілдеген. И учредитель, мысалы, мектеппен коммерческий проект болса, ақша табу керек қой. Олар жасанды интеллектқа байланысты жұмыс жасау арқылы баланың болашағына забота ретінде бұл конкурентное преимущество. Администрация, профориентатор отчет жібердің ба, келесі күн жібер, ұмытып кетпе деген әңгіме емес. Просто сайтқа кіреді, көреді. Осыншама бала жұмыс жасалыпты. Просто отчет қаладың ба, скачать еттің. Профориентатор жүрмейді, балалар қайдасындар, келіңдерші, мен сендерге бір нәрсе айтайын, себебі директор мені қинайды. Емес та уже профориентатор. Отчетности жұмыс жасалмайды. То есть біздің жұмысымыз бүкіл тупизмді алып тастау болды түбінде. И максимально интеллектуально четкий болу керек болды. И қазіргі таңда бұл енді қаншалықты точный екендігін білу үшін біз кәсіпкерлерге қолданып бастадық. И кәсіпкерлерге айтамыз, вот сіз басшысыз, 50 жастасыз, миллиардерсіз или миллионер как минимум. Бұл бала болсаңыз, сол мамандық таңдар ма едіңіз, сіздің жүрегіңіз қалайтын бе? Енді ол жолды өткен ғой. Айтады, мен точно, мен шынында балаларды жақсы көремін дейді. Мен менеджер детского сада шыққан ғой, бір кәсіпкерге. И ол Астананың ең үлкен өзінің сегментінде хлебобулочный комбинаты бар. Айтам, сізде осындай шығып тұр қалай. Айтады, мен вообще менеджер болмағам дейді. Бірақ мен кәсібімде праздник болатын болса, аниматорларды обязательно шақырам дейді. Ұнайды, организационды. Мен айтады, өзінің кәсіпке, өзінің жұмысшыларының балалары үшін жасайды екен. То есть оның сотрудниктарынан сұрасаңыз, не үшін жақсы көресің десе, мені не всегда жақсы көрем, мүмкін дейді, бірақ менің келіншегім, балам, бәрі жақсы көреді дейді менің басшымды. И сол үшін мен де жақсы көремін, сол үшін мен де жұмыста болғым келеді дейді. То есть ол менеджер детского сада болмаған, ол вообще заводы бар, фабрикасы бар. Бірақ по факту менеджер детского сада сияқты жұмыс жасайды. Соның айналасында, иә. Иә, то есть оның стиль, оның басқару стилі басқаша. Оның уникальности басқаша. И вот сол сияқты біз кәсіпкерлерге қолданып бастадық тағын. И бұл апробацияға байланысты корректировкалардың барлығын осы жерде дұрыстаймыз и балаларға енгіздіреміз. Балаларға енгіздіреміз, мына жақта дұрыстаймыз. Тамаша. Жаңа айттыңыз, 7 мың мектеппен жұмыс жүргізіп бастадық деп, иә? Точнее, біз 7 мыңға қалай жете аламыз? Себебі ауылдың түбіндегі бір бала ол кінәлі емес ауылда туылғаны. Бірақ біз оны 11 жыл мектепте оқуға міндеттесек, одан кейін оған жақсы жұмысқа тұру үшін сен жоғары оқу орнында оқуды міндеттесек, бала оны аяқтағаннан кейін ол 34% шансы болмау керек.
оның хотя бы 200% болу керек негізі да. Сіз міндеттедіңіз, 15 жылын атады. Біз халық ретінде міндеттегенбіз. Сол үшін біз какой-то бір гарантия, как минимум шансын көбейтуіміз керек баланың бақытты болу шансын да. Бізде сол бақытты болу шансын көп айыратын сияқты менің ойымша. Өйткені мен өзім мамандық таңдаған кезінде жүректегі қалауым әскери сала қатты барғым келді. Вот прям енді қатты жүрегім соны қалады. Мен тіпті өтірік айтпай қойын 11-ші сыныпқа дейін дайындалдым. Бүкіл физподготовкам барлығын 5-ке тапсыратынмын. Көзімді жұмып 40 секундта автомат жинайтын. Мектептерде жарыс болатын. Именно военный подготовка, алғашқы әскери дайындық 10-ші сыныпта қосылатын болса, мен 7-ші сыныптан бастап дайындалатын. Сосын бір күні 8-ші сынып оқимын, әлі есімде, ағайым келіп тұр, сабақта отырмын, сізді бола ма деп, осындай жарыс болады, команда шығарамыз, бір капитан болу керек, қатысасың ба? Әрине қатысамын, көзімде от, прям энергия тасып тұр, көру керек, алу керек, бірінші орынға жету керек. Сосын бірақ мені қатардағы қатысушы реті қойып қойды, мен жоқ, мен капитан боламын. Мен капитан жоқ, Лаура, болмайды, ол жерде бүкіл жерде ер балалар капитан, саған қиын болады. Жоқ, қиын болмайды, мен алып шығамын оны деп болдым. И мен жалғыз қыз капитанмын ғой. Қазылар алқасы әрине жаман көзбен қарады. Кілең ер балалар тұр. Қыз бала не істеп тұр бұл жерде? Басына қабылдаған жоқ. Айтты, жоқ, біз дисквалифицировать етіп жібереміз. Ережеде жазылған. Команда мүшесі бола алады, бірақ капитан емес. Өйткені қыз балаға қиын. Бұл жерде ер балаларға арналған физподготовкалар бар, жарыстар бар, отжиманиясы бар, автомат жинау бар. Сосын айтамын, жоқ, мен қатысам. Мен сенімдімін өзіме. Отборочный турлар бар, 3 тур бар. 3 турдан да өтіп келем. Соңғы турда бір 7 мектеп қалады, бірінші орын алдық. Командама, мектебіме бірінші орын алып келдім. Сол кездегі мен немді айта алмаймын. Іштегі қуаныш сезім ол, бір төбем көкке бір елі жетпей қалды дейді ғой бізде қазақта. Дәл сондай сезімде болды. Сол кезде өзім үшін түсіндім, все. Мен мамандықты таңдадым, осы салаға барам. Өзіме нық сенімді болдым, түсе алатыныма да, бұл саладан қателеспейтін менде. Бір іште бір предсказание болады. Кейін уақыт өте келе, ата-ананың ықпалы бар тағы да әлбетте, мұғалімдердің ықпалы бар, алтын белгіге үміткермін, жарыстарға көп шығам, олимпиадаларда жүрем үнемі. Сосын бір күні осылай шайдың басында отырмыз, әңгіменің басында әкем тұрып айтады, қай салаға барғың келеді дейді. Мен айтамын, вот военный саланы таңдадым, сол салаға барам. Немесе военный, немесе юриспруденцияға барам деймін, заң. Жақсы дейді, қарсылық білдірмей, кейін 10-ші сыныпқа өткеннен кейін бұл әңгімеге біз қайтадан ораламыз, уже мамандық таңдау басталады. Алда алтын белгіні ақтау бар, емтихандар бар, енті бар, дүниежүзі тарихына дайындық, керемет, прям мықты көрсеткіш бар. Папа тұрып, жоқ қызым, мүмкін сен таңдамайсың бұл мамандықты дейді. Это как су сепкенде көңілім басылып қалады. Неге деген сұрақ болады. Сосын қыз баласын ғой, қиын болады. Дайынсың ба? Қаладан қалаға көшіп, қаладан ауылға, атарға көшуге. Сен қыз баласың, саған әлі отбасын құру керек. Сен сөзің өтпейді мүлдем. Ата-ананың сөзі заң болды. Тек сол салаға ғана күшім жетеді, сол саладан ғана мықты екенін түсініп тұрмын. Қандай мамандыққа барам, білмеймін. Психолог бізбен жұмыс жүргізбейді мектепте. Мұғалімге келдім. Мұғалім не айта алады маған? Ол көріп тұр мен сол салаға мықты екенімді. Тарих ағайын, мүмкін тарих пәніне түсерсің дейді маған. Мүмкін жоқ, ағай, мен мұғалім болмаймын. Сөйтіп жүргенде қазақ тілі әдебиеттен олимпиадаларға қатысып бастаймын. Жақсы нәтижеге қол жеткіземін. КТФ қоры ұйымдастырған түріктердің олимпиадасына қатысам, қазақ тілімен. Қатысамда бірінші орын алып келем бар республикада. 11-ші сынып, апрельдің аяғы, май, мен әлі мамандық таңдаған жоқпын. Білмеймін, бірақ 11-ші сыныппын. Республикалық олимпиадада отырмыз. Қазылар алқасында танымал тележүргізуші бар, Мейіржан Әлібекұлы. Сол кісімен отырып әңгімелесіп, менен сұрайды, қандай салаға барасың? Мен айтамын, білмеймін. Қалай білмейсің, сенде бір айға уақыт қалды ғой. Мен айтамын, біліп тұрмын бір айға уақытқа, бірақ білмеймін. Журналистика саласына тапсырып көргім келмей ме дейді. Неге байқап көрмеске деген ой болады менде сол кезде. Жақсы, тапсырып көрейін. Ентідан 2 пән тапсырам. Кейін менде шығармашылық емтихандар басталады. Шығармашылық емтихандардың барлығынан шекті балды жинаймын. Өз-өзіме таңғаламын. Мәссаған, менде бұндай қабілет бар ма еді деген сияқты. Сөйтіп журналистика мамандығына грантқа түсемін. Қызыл дипломмен бітіру керек деген мақсатты қоям, бірақ не үшін, кімге ары қарай вообще пайдалы болам ба?
ел игілігі үшін қызмет атқара алам ба, өзіме сол атқарған қызметім қаншалықты қуаныш сыйлайды, мен сол нәрседен бақыт ала алам ба деген сұрақтарды кейін барып қоя бастадым. Бітірдім, жаман емес, өзімді ұштап бастадым, кәсіби тұрғысынан болсын, мамандарға барып жүрдім. Енді қазір осы салада қызмет атқарып жүрмін, 3 жылда Керемет. болды. Бірақ әлде де іште бір әттеген-ай деген сұрақтар бар. Қателеспедім ба деген. Осы жақында да біздің профориентатор айтады, біз ойлағанбыз оқушылармен жұмыс жасаймыз деп, бірақ бізге келетіндердің орташа жасы 29-31 жас аралығы. Жұмысқа барған, басына таңқ еткеннен кейін, қызмет еткен, одан кейін өзін іздеп бастайды, одан кейін барып бізге келеді. Айтады, подругама берейін деп жатырмын, бірақ еркектердің мамандығы шығып тұр ғой дейді да. Тізімде. Айтам, мамандықтың жынысы бар ма деймін. Сөйтсем ол айтады, жоқ енді әскери мамандықтар шығып тұр ғой дейді да. Мен айтам, егер бар болса честно көрсетсе, бәлкім ұнайтын шығар оған. Сөйтіп кетті. Ертесі күні айтады, ағай дейді, білесіз ба дейді, ол кісі военный шығып тұр, ол негізі бұрыннан да сондай еді дейді. Оказывается, шыннан да военный болғысы келген екен дейді. Бірақ оған да жаңағы үйіндегілер неткен, ықпал еткен, сондықтан мұғалімдік таңдаған, қазір жаңағы декретте, бірақ бәрібір түбінде ол кісі қалаған дүние сол екен дейді. Осы жақында да бізге білім саласына топ менеджерлардың ішінде ең жоғары жалақы алатын бір топ менеджермен кездестік. Негізі мен сторисіма салғаннан кейін айтып жатырмын оны. Ол кісі шықты, сол кезде қараймыз, оныкі де жаңағы военный мамандықтар шығып тұрды. Айтады, мен шынында да жұмыста мен военный емеспін дейді, мен мұғаліммін дейді, мұғалімдікті жақсы көремін, бірақ менің басқару стилім военный сияқты дейді. Представляете, 23 жаста 600 оқушылық офлайн мектеп ашқан Астанаға. Осы жұмыс үшін военный сияқты көшіп келген. То есть жұмыстың стилі әртүрлі болуы мүмкін. Ол айтады, мен түсіндім дейді, мен военный емеспін, бірақ мен военный сияқты жұмыс жасай аламын дейді. Мен шыннан да өзіммен айналама, мен сияқты соғысқа баруға дайын адамдар жинауды жақсы көремін дейді. Сол қабілетін ұштап жүр ғой демек. Ұштап жүр. То есть ол қабілет ешқайда кетпеді. Бірақ саласын басқа болғанмен, оның жұмыс форматы әлі сол. Тек басқа не формат сол, атқарып жатқан қызмет барлығы соған келеді ғой. Енді сіздің салаңызға да келетін болсақ, журналистика, журналистика біз ойлаймыз ғой, барады, қаламмен жазады деп ойлаймыз да, ол жақта салалар өте көп қой. Мысалы, бәлкім сіз военный сферадағы журналист бола бастайсыз. Дұрыс айтасыз. Болуы мүмкін. Мысалы, қазір кезде біз мамандықтарды ұсынған кезде бір мамандықты ұсынбаймыз, біз мамандықтардың ортақ нүктелерін ұсынамыз. Себебі сіз бәрібір қай салаға бармаңыз, айтыңызшы маған бір сала тек қана сол саламен ғана жұмыс жасайды деп. Ондай сала жоқ сияқты. Жоқ, мысалы сіз зерттейсіз, сіз зерттеуді жақсы көрсеңіз, сізге военный сфераны зерттеп бастайсыз. Бұл нәтижесінде бәлкім сіз қару-жарақ ойлап табасыз. Калашников сияқты мысалы. Немесе зерттеуді жақсы көресіз, сіз военныйлардың психологиялық подготовкасын дайындайсыз. Сіз уже жаңағы спецназдарды психологиялық устойчивый болу үшін көмектесесіз оларға. Деген сияқты. Сізде бәрібір бірнеше мамандықтың ұштасқан нүктесі болады. Соны шығарып беру керек та. Сіз білімді жақсы көресіз, білім саласын, военный саланы жақсы көресіз, және агросфераны жақсы көресіз деп айтайық. Бұл адам қандай жұмыспен айналыса алады? Агро саласында зерттеп, не істеді? О жақтың жаңағы жаман жәндіктерімен күреседі. Егіншілік. Күресу ғой, о жақта. Күресу. Бәлкім да, үшеуін нүктесі сол болуы мүмкін. Немесе военныйлармен оларды оқытады, және неге оқытады? Агросфера, получается, олардың жаңағы бактериологиялық қаруларға қарсы тұру. То есть ол ортақ нүктелер, да? Сіз бірнеше мамандықтағы қызығушылықтарыңызды біріктірген кезде сізде ортақ нүкте шығады, сіз толық кайф аласыз жұмысыңыздан, былайша айтқан кезде. Сіз жұмыстан кайф алған кезде, ләззат алған кезде, сіз оны жұмыс істеп жатырмын деп ойламайсыз. Ол сен сүйікті кәсібіңе айналып кетеді. Себебі бізде жұмыс дегенді қалай қарайды адамдар? Бізде жұмыс ол дүйсенбіден жұмаға дейін, графикпен, отчетность қой. Себебі бұл жерде формат былай. Адамдар айтады, мен 8 сағатымды сатып жатырмын. Мен оған ақша алып жатырмын дейді. Жұмыс істегенім үшін. Сіз маған сата аласыз ба уақытыңызды? Уақытымды жоқ, сата алмаймын, өйткені Әлде мен сізді уақытша сатып ала аламын ба? Әрине жоқ. Мүмкін емес негізі, да? Адамдарда бұл ощущение болған кезде,
ол не істейді, жұмысты жақсы көрмейді, себебі жұмыс сіздің өміріңіздің бір бөлімін алып қойып жатыр. И оған алған ақшаңыз оны компенсация жасай алмайды. И сіздің ойыңызда сондай болғаннан кейін сізде все время не болады, как будто сіз 16 сағат өмір сүріп жатқан сияқтысыз, а 8 сағатыңды бір мырқымбайға беріп жатқан сияқтысың. Иә. Бұл сезім болған кезде адамдар ол жерде ләззат ала алмайды, себебі сіздің өміріңіз өте құнды. Адамдар жұмыста ол уақытқа ақша айырбастамайды негізі. Ол жерде жұмыс орны адамға бір площадка беріп жатыр, мүмкіншілік. И еще сізге ақша беріп жатыр. Давай өзіңнің таланттарыңды, өміріңді дәмдестір, көркемдет. Және сен ол жұмыста өзіңді дамыту арқылы, бір қызмет, бір продукт жасау арқылы қаншама адамның жаңағы ризашылығына бөленде жатыр. Олар батасын береді, рахметін айтады, сол кезде сен вау, кайфовать етесің. И жұмыста сен одан да мұқтаж адам халіне келесің. Сен басшың тағы да ақша береді, бонус береді, партнерство ұсынады, и сен директор боласың, сен де кәсіпкер болып кетесің. То есть жұмыс ол сондай болу керек та. Жұмыс ол мен бір бөлшегімді, қолым бір бөлшегім беру емес. Сол үшін мамандық таңдалу керек. Дұрыс таңдау болу үшін сізге таңдалатын варианттар беру керек. Мен барлық адамдарға ұсынатыным, өзінің арманы бұл сіздің табиғатыңыздың бір туындысы. Арманнан бас тартусыз, как будто өзіңізді қабылдамаған сияқты, немесе тастап кеткен сияқты. Сол үшін ол армандарыңызды тастап кетпеңіз. Бұл бөпе сияқты негізі. Оған мүмкіншіліктер бере бастайсыз, жайлап, ол да өсе бастайды. Белгілі уақыттан кейін ол сондай халге келеді, ол сізді асырап бастайды. Былайша айтқан кезде да. Негізі сіз жақсы көрсеңіз, ол нәрсені тастамаңыз. Бәлкім сіз сияқты, әрбір өңірде сіз сияқты адамдар бар. Оларда сіз сияқты негізі айтады, бардым, адамдар жоқ, маған поддержка бермей тастап кетеді жарты жолда. Бәлкім сіз бүгін емес, бәлкім даже ертеңде емес. Бірақ точно белгілі уақыттан кейін сіз хотя бы 100%-ның 50-ін жасап кетесіз. И адамдар 50-ге келу жеңіл болды ғой. Олар бұл жолдан кейін 60-ға дейін көреді. Келесі 80-ге дейін көреді, белгілі уақыттан кейін 100-де болады. Сол үшін бәлкім сіз 50%-ға дейін ғана бара аласыз, бірақ бұл сіздің жолыңыз уже. Сіз қайтыс болып жатқан кезде условно, да, мысалы. Немерелеріңіз айтасыз, мен кезде 50% тұғын. Мен 50%-ға дейін бардым деп айтасыз да, и зато сіздің балаларыңыз условно 100 жасап береді. Сол үшін негізі армандарды тастамау керек. Любой салада, маған да ешкім айтқан жоқ, профориентация саласын ал, сенің қабілетің бар сияқты, деген сияқты. Ешкім айтқан жоқ негізі. Просто проблема бар, и проблеманы шеше бастайсыз, шешу жолдарын анықтайсыз, и бір нәтиже көре бастаған кезде қызығасыз. И факаптар көп болады, бірақ по-любому какой-то сдвиг бар сізде каждый раз. И сіз вот жеңістің дәмін сезе бастайсыз, вот есіктің ар жағында сияқты. Вот алдыңыздан пицца алып кетеді, иісін сезіп қоясыз ғой, и жүрген сайын бір жететініңізді сезесіз, вот сол сияқты. И сіз жолды жүру барысында ләззат ала бастайсыз. И бұл ләззат басқалардың істеген кезіңізде сіз уникальный бір жол қалдыра бастайсыз. Не үшін адамдар партаға жазып кетеді атын. Алия деп. Енді қыздар жазбайды, еркектер жазбайды көбінесе. Таудың үстіне жазып кетеді, вот Дархан деген сияқты. Не үшін? Осы жерде болған көрсетіп кету үшін шығар ма? Иә, бұл адам өмірде бар негізі, оның бір ізі бар. Оның бір аты қалды. Түсінікті, біздің табиғатымызда бар уникальный бір нәрсе қалдыру. Не үшін ата-аналар балаға қалайды? Себебі ол бала ешкімдікі емес, тек қана сіздікі болды. Это факт. С этим придется жить. Өйткені әрбір қиындықтың артында бір не тұрады ғой? Жеңілдік тұрады. Жеңілдік тұрады. Точнее, әрбір қиындықпен бірге жеңілдік келеді. Жеңілдік келеді. Артынан емес, бірге. Себебі сіз процесте күшейесіз. Бұның да бір өзінің философиясы. Вот біздің ата-аналардан сұраңыз, ең бақытты кезең қашан? Олар қымбат көлік алғанын айтпайды. Балалы болған кезін айтады. Не үшін? Ана қиналады ғой балалы болған кезде. Немесе әке де айтады, 90-шы жылдар біз қиналдық, но мы прорвались, біз жетістікке жеттік, квартира сатып алдым. Адамдар қиналып жетістікке жеткен уақытын жақсы көреді. Есе қатты сақтап қалады ғой. Себебі жетістікке жету процесінде адам өсе бастайды ғой, дами бастайды ғой, сол ләззат береді адамға. Көтеруге, мүмкіндікке ие болуға. Иә, сіз өскен кезіңізді жақсы көресіз, дамыған кезіңізді жақсы көресіз. Ақша көп алған, ол да маңызды, бірақ ол емес. Ең үлкен тәтті ләззат адам өзін дамытып, өзін өсірген кезі. Ата-аналарды давайте 3 категорияға бөлсек болады. Бірінші категория адекватный ата-аналар. Олар өзінің жауапкершілігін біледі, баланың құқығын біледі, ортада нормальный. Ата-ана поддержка береді, баланың дұрыс таңдау жасауына көмектеседі. Вот бұл жаңағы адекватный ата-аналар
категориясы тек. Екінші ата-аналардың категориясы бар, олар айтады, мен баланың жұмыс жауапкершілігі, оның шешіміне ықпал еткім келмейді. Ол өзі шешім таңдасын, мен жауапкершілік алғым келмейді дейді. Ата-ана айтады, бала өзі істесін. Бұл жерде балалардың уже таңдау зрелості және оның деңгейіне байланысты. А көп бала ол дайын емес. Жұмыс әлемімен жұмыс кездескен ба? Ақша тапқан ба? Рискқа кірген ба? Жоқ. Сол үшін бұл категориядағы ата-аналарға наоборот жауапкершілігін алу керек. Сен уже бала дүниеге келді. Сен бітті, ата-аналық жұмыс жауапкершілігің біткен жоқ әлі. Сен участвовать ету керексің, қатысу керексің процесске. Үшінші ата-ана бар, бұл бала менің меншігім дейді. Иемденіп алады. Иемденіп алады. Вот бізде өте керемет тәрбие несі бар. 7 жасқа дейін Құдайдай сыйла дейді. 14 жасқа дейін құлыңдай жұмса дейді. 14-тен кейін досыңдай біл дейді. Вот досыңдай біле алмайтын ата-аналар бар, ақылдаса алмайтын ата-ана бар. Айтады, сен үшін мен шешім қабылдаймын. Даже келген кезде біз мынандай мамандық таңдадық дейді. Біз дейді. Біз дейді. Айтамын, біз деген кім ол? Енді Алихан дейді. Соң айтамын, Алихан сен несін таңдадың? Я таңдадық. Айтасың, sorry, стоп, бұл жерде біздің интересіміз баланы раскрывать ету, сіздің хотелкаңызды орындау емес. Под давлением келіп тұр ғой өйткені. Уже мен ғой ақша төлеп тұрған сізге, мен оған ақша төлеп тұрмын. Так что менің ақшам үшін менің хотелкамды орындап беріңіз. Мәселесі болған кезде уже сол жерде үш категорияға бөлсек болады ата-аналарды. Енді ғылым сондай факт, ол упрямый нәрсе. Против лома нет приема дейді. Ғылым сондай нәрсе. И Галлап бұл ғылыми институттың продукты. И ол реально топ-менеджерлар қолданады. Сол үшін Галлаптың авторитетіне күмәнданатын ата-ана ол просто бұндай тірлікпен айналыспасын, барсын, жер шапсын, жаңағы мал бақсын да, былайша айтқан кезде да. И бұл ғылыми инструментке как бы факт. И біз соған сүйене отырып сөйлеген кезде біз былай айтпаймыз, балаңыз финансист болу керек екен демейміз. Балаңызда аналитика таланты бар екен. Балаңыз тез есептей ма? Я. Баласынан сұрайсың. Математика қызық па? Я дейді. Ата-анасына айтасыз, балаңыз финансист болса қалай? Бұл жерде осы қабілет керек. Немесе экономист, немесе бухгалтер, немесе уже сол салаға байланысты айтасыз. И ата-ана бұл баланың 10 жыл бойы, 20 жыл бойы қалыптасқан мінезін біледі ғой. Негізі, скорее олар қабылдайды. Бүкіл адекватный, поддержка беретін ата-ана барлығы бұл нәрсені қабылдайды. А жаңағы тараканы бар ата-ана дейік, олар қабылдау, оларға реально қиын. И біз ол кезде баламен емес, біздің жұмысымыз ата-ана болып кетеді. Балаға түсіндірдің, бітті, шешілді. Бала ол шынында көк ағаш сияқты да, әлі жасыл оған реально форма бере аласыз, түсіндіре аласыз. Ал ата-аналар уже қалыптасқан өзінің ожиданиясымен келеді да. И ол жерде біздің жұмысымыз кәдімгідей ата-анамен араласып кетеді. И реально мұғалімдерге өте қиын. Тем более сіз бір методикаға сүйенбесеңіз, бір инструментке сенбесеңіз, сіз ойыңызбен айтқан, дұрыс айтқаныңызды сіз тіліңізбен дәлелдей алмайсыз ғой. Миыңызды ашып көре алмайды ата-ана. И былайша айтқан кезде и мұғалімдер ойлайды, кетші бар дейді. Ладно, я сіздікі дұрыс, и болды біт. И келесіде араласқысы келмейді. Мен реально қолымнан келгенше істедім. Ата-ана мен администрацияға қарсы қойды. Администрация ойлап кетті. Біз жақсылық істеуге тырысып жатырмыз, бірақ хейт алып жатырмыз. Зачем нам это? Давайте уберем. И содан кейін чүк-чүк кетеді. Даже желаниясы бар адамдардың да бұл нәрсемен қатты айналысу желаниясы жоқ. Менде мысалы егер искусственный интеллект шықпаса, мен бәлкім гик сияқты кішкентай мектепте жүре беретін едім. Бірнеше мектеппен жүре беретін едім. Енді жаңа айттыңыз, Билл, Ниш, сосын Тамыз мектептермен жұмыс істедік, квантум мектептері бар деп. Ал мемлекеттік мектептерде сұраныс қалай? Мемлекеттік мектептерде, бұл жерде біз 54-ші мектеппен істедік, Астанада. Ол жерде, конечно, социальный проект болғаннан кейін сіз полностью погружаться ете алмайсыз, бұл уже көп нәрсе сізге тәуелді емес. Бірақ ол жерде істедік, ол жердің ата-аналары именно біздің фокус группа өте жақсы результат көрсетті. Одан кейін бізде Айдын Рахымбаевтың мектебі бар, Құлынжон деген, Өскемендегі ауылындағы мектеп, сонымен істедік. Ол жерде түсінгеніміз шынында өте балалардың бәрі тапсырды, администрациясы тоже тапсырды, бірақ ол жерде фокус именно просто грантқа түсуде. Ата-аналарға, қарны аш адамға, қарны аш болса торт жемейсің ба деген сияқты әңгіме болып сондай болып қалды. Бірақ бәрібір ол жақта да біз өте үлкен тәжірибе болды. Біз түсінгеніміз Галлап тест өте қымбат Қазақстан аудиториясы үшін. Көбінің қалтасы көтермейді. Себебі ол жақта оның расшифровкасы бар, басқасы бар. Ол арзан емес негізі, біздің қызметте қатты арзан емес.
И біз қазір өзіміздің тестімізді шығарудамыз. То есть Галлоптың аналогын шығарудамыз. Бізде шынында 3 жылда өте үлкен тәжірибе, үлкен база бар. Соның нәтижесінде біз өзіміздің тестімізді шығардық. Құдай қаласа, госмектептерге де, қарапайым мектептерге де доступны жасауға тырысып жатырмыз. Даже егер динамикамен қарайтын болсақ, жыл сайын бізде где-то 30%-ға арзандауда қызметіміздің құны. Алдымызда мысалы жасанды интеллект, бізде OpenAI-ды қолданамыз мысалы да. Біз оның орнына өзіміздің жасанды интеллектімізді жасауды жоспарлап жатырмыз. То есть біздің стартап негізі Made in Kazakhstan десек болады былайша айтқан кезде. Ой, тамаша болар еді негізі барлығына қолжетімді болатын болса. Өйткені менің өзім осы Галлоп тестін тапсыратын кезде менің ортамда көбі білмейді екен. Мен өзім ешқашан ойланған емеспін, тапсырамын, байқап көремін деген сияқты. Ең алғаш рет осыны естіген кезімде тапсырып көрейін, өзімнің қабілеттерімді байқап қарайын деп. Біріншіден, Галлоп тесті Қазақстан дамушы мемлекеттер қатарындамыз. И біздің орташа жалақы 280 мың теңге. И то ресми статистика бойынша, оның өзінің барлық жерін таппайсыз. И Галлоп тесті шынында біздің жалақы, и то тем более біздің тамаққа 57% кетеді. Сосын енді біз тамақпен холодильниктің айналасында жүрген халықпыз негізі, да? Сол үшін бізге интеллектуальный әңгіме деген нәрсе біздің халықтың массаға ол непонятно реально. Сол үшін бұл реально біздің контингент, халық 5 жыл, 10 жылдан кейін не болады деп ойланбайды, да? Себебі реально қарныңыз аш болған кезде сіз просто қарын тойдыруды ойлайсыз и болды. Сол үшін бұл очевидный факт. Бірақ қаласаңыз да, қаламасаңыз да сіз, жасыңыз қаншада? 25-те. Қанша жыл өмір сүруді жоспарлап жатсыз? Енді 80-ге дейін баратын шығар. Условно, енді 80-ге дейін өміріңіз не болмақшы? Қалай болады деген сұрақ, Бұл қызық па сізге? Әрине қызық. Ол жақта не көргіңіз келеді? Успешный бір адамды көргім келеді. Успех ол тек қана қарын тойдырудан тұрмайды ғой? Жоқ, қарын тойдырудан емес. Вот мәселе сол да. И адамдарға жалпы ұзақ мерзімді чуть-чуть ойлануды үйрету керек та. Олардан сұрау керек. И то оларға керек болса. Негізі вообще Галлоп тест как раз таки бұл тапсыру ол абырой. Бұл негізі абырой, реально. Ешкім арзан нәрсе емес ол. Ол ғылым. Ол бағасы бар өзінің. Ол Америка, сори. Топ университеттерді қараңыз, кімдерді көресіз? Американың университеттерін көресіз. Топ компанияларды қараңыз, Forbes ашыңыз, кімдерді көресіз? Америка. Сіз кіммен ассоциация болғыңыз келеді? Африка ма, қарын тойдыса и болды нормально, или Америка ма? Apple ма, әлде алма ма? Немен сіз ассоциация нетесіз? Вот мәселе осы. Жетекші елдермен иық тірестіру әрине. Сізде қалайсыз ғой? И бұл инструмент телевизор мен холодильниктің арасында жүретін адамдарға арналмаған инструмент. Негізі Галлоп қайта-қайта тапсыру беруді ұсынбайды. Бірақ егер де сіздің өміріңізде үлкен өзгерістер болса, мысалы оқушы едіңіз, уже сіз түсініп тұрсыз, что-то ситуациялар болды, сіз университетке дайындалып жатқан кезде көп сондай өзгерістер болды, тапсырып көріңіз. Немесе сіз университетке түстіңіз, жұмыс, жауапкершілік, мама жоқ қасыңда, тапсырып көріңіз, себебі реально өмірде өзгеріс болып жатыр. Немесе жұмыс әлеміне шықтыңыз, реально ішіңізде мінез өзгерді. Тек қана айнала емес, қала, Алматы, орны, Астана емес. Реально өміріңіз өзгере бастады, сол кезде тапсырыңыз. Характер, сіз 10 жыл бұрынғы қызсыз ба қазір? 15 жастағы адамыз емессіз ба? Жоқ. Мінезіңіз өзгерді ма? Мінез өзгерді, Тапсыруға болады уже, да, условно. Сол үшін просто так тапсыру вообще не рекомендуется, ол ақша ысырап. Өзіңіздің командаңыз жайлы айтып беріңізші, компанияңыз жайлы, қалай аштыңыз? Жалпы осы профориентолог саласынан бастадыңыз ғой. Бүгінде қандай нәтижелерге қол жеткіздіңіз? Нақты точкаңыз қандай? Осыны біз көздеп отырмыз, осыған біз жетеміз деген. Бізде миссия адамдарды саналы түрде сапалы болу арқылы бақытты жолдарын салып беру. Бұл біздің миссиямыз. 3 мақсатымыз бар. Бірінші мақсатымыз біз тот же 66%-ды бақытсыз форматта 15 жылын өткізген екен, не в тему жолға түсіп кеткен адамдарды эффективно дұрыс жолға түскендерін қалаймыз. Точнее, қателесті деп айта алмаймыз да, бірақ более эффективно болуға болады ғой. Сол мәселе. Оқушылардың проблемасы профориентация. Екінші, біз 82% тот же HR-лардың проблемасы шешкіміз келеді. Кәсіпкерлер келеді, бізде кадр жоқ дейді. Специалисттер келеді, нормальный жұмыс орны жоқ дейді. Адамдар таппай жүр бір-бірін, былайша айтқан кезде.
біз бұл проблеманы тоже шешкіміз келеді. Үшінші, отбасы институтын қалыптастырғымыз келеді. Себебі бала жартылай жетім дүниеге келді условно, да, немесе тағдырлар сынды, и ол бала сапалы оқушы бола ма? Қиын ғой. Әрине қиын. Травма алған бала. Травма алады или басқа, то есть түбінде ол тот же мамандық таңдаудан қиналады. Он просто балы жетпеуі мүмкін. Немесе ол даже бұған түссе де өмірде ол іздеп жүреді өзін. Әкесінің образын іздейді, білем, анасының образын іздеуі мүмкін. Сол үшін түбінде біз отбасы институтын қалыптастыруымыз керек. Ел болам десең, бесігіңді түзе. Түбінде біз мына екеуінің де проблемасы мына жерден шешкіміз керек. Енді біздің компаниямыз соңғы 2 жылда жұмыс жасауда, ал бұл салада мен 3,5 жыл жұмыс жасаудамын. Бірақ оған дейінгі бэкграунд как раз таки бұл 3 жылдың осындай продуктивный болуына себеп болды. Біздің командада біз IT-продукт жасаудамыз. IT-продукт бұл масштабный продукт. То есть жетім мектепке бұл біздің мақсатымыз, точнее промежуточный мақсатымыз. Ұзақ мерзімде біз шетелге шығамыз. Қазақстаннан ақша табуға қарсы емеспіз, конечно, коммерческий проект ретінде. Бірақ біз Қазақстанға ақша тапқымыз келеді. То есть қазір алдымызда құдайға шүкір жақсы кейстер бар, Codeplay бар, Ustem Foundation бар мысалы, роботикспен байланысты айналысып жатқан. Не үшін бізде талантты адамдар өте көп. Біздің еліміз реально туған кезінен бастап 2 тілді біледі. Тіпті 3 тілді қазір. Уже 3 тілді біледі. Мен 5 тілді білем, мысалы, да. И бұндай талантты адамдарға толған мекенде реально біз күшті нәрсе жасай аламыз, да. И біз жастарымызды таланттарына қарай дамытатын болсақ, ертең біз сияқты әлемді завоевать ететін балдар болады. И не үшін Қазақстан тот же Швейцария бола алмайды. Әрине. Не үшін Қазақстан Сингапур бола алмайды. Қолымызда тұрған дүние ғой. Қолымызда тұрған дүние, и бұны кім істейді қайттан? Кім істеу керек? Сол үшін біз соңғы жылдарда құдайға шүкір президенттің өзі талантты жастарды қолдау деген сияқты. Шанда талантқа акцент жасай бастады, то есть адами капиталдарға мән бере бастады. И біз бұл салада біз бәрін жаба алмаймыз, бірақ 1% хотя бы траекторияны өзгертетін болсақ, былай емес, сәл былай қисайса, бұл ұзақ мерзімде үлкен результат бере бастайды. И құдайға шүкір қазірге дейін біз істеген жұмысымыз қазір қанша? Где-то 35 мектептен точно көп жұмыс жасадық. И келесі жылға біз точно 25 плюс бүкіл өңірлерден ашылмақшымыз қазір. И бұл ешқандай көкесіз, ешқандай бір инвесторсыз негізі, да? Ну, конечно, олар қарсы емеспіз. Инвесторға, точнее, өзіміз көке боламыз. То есть проблема... Келесі жылға жоспар бүкіл республиканы қамту. Республикамызда қазірге дейін бізбен жұмыс жасаған мектептер бар. Вот жаңа айттым ғой. Бізден қызмет алған, топ-менеджерлер өткен, директорлер өткен. Солардың мектептеріне біз ұсыныс жасаудамыз. И администрациясы қолдау білдірген мектептер арқылы біз күшті результаттар көрсетеміз. И бізде мысалы тамызда опрос болды. Балалар анонимный опростар алған кезде 82% біздің жұмысымызға қанағаттанатынын айтты. И 300 оқушыдан тек қана 98,5% почти барлығы біздің таңдаған мамандықтарға түскен. И сізден сұрайын, қанша пайыз еді балалар 11 класста мамандығын білмейтін оқушыларсың? 90%. 90% еді. То есть минус 90-нан плюс 98-де 5 бізде. Қандай жақсы көрсеткіш. И біз 180% жабудамыз ортада. Сол үшін бұл успешный болу, бақытты болу, бұл случайность болмау керек. Бұл закономерность болу керек. И біздің де қазір закономерностьтарды зерттеу арқылы продукт жасаудамыз, и құдайға шүкір істеп жатқан результаттарымыз бізді, менмендік емес, конечно, бұл бізді қатты қуантады. Себебі құдайға шүкір андай өзіңіздің жұмысыңыздан бір қанағаттанасыз ғой. Дұрыс айтасыз, Вот мәселе сол. Хотя жеңіл емес, мысалы алдыңғы жылы 365 күннің 170 шақтысы жолда өтті менде. Күшпен еңбекті. Командамыздың жұмысы реально. И бізде командада шынында өте мотивирован адамдар. Біз құндылықтарына қарай аламыз оларды. Бұл миссияға сенетіндерді аламыз. И біз карьерасын дамытамыз адамдардың. Олар жұмыс ретінде өздерінің карьерасын дамыту керек. Дамымайтын адамдар біздің категория емес. И біздің клиенттеріміз де емес негізі. Құрметті көрермен, сіздерге керемет мүмкіндік. Бабур мырзаның өзі сіздерге полный расклад жасап берем деп уәде беріп отыр. Сондықтан дәл осы посттың астына ең керемет жазылған комментарийге соның ішінен 3 адамды таңдап алып, Бабур мырза өзі жеке консультация жүргізіп, сіз тапсырған тестке разбор жасап береді. Сондай-ақ өзіңіздің қандай қасиеттеріңіздің, қабілеттеріңіздің барын білесіз?
Консультация емес, отчет. Отчет па? Иә. Еще бәлкім біздің консультанттар сіздерге тоже тегін жасап береді. Мүмкіндікті қалт жібермеңіз, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіз. Ал Бабур мырза, мен тапсырған галлап тесттің нәтижесін көрейік. Қаншалықты дайынмын деген сұрақ қойып отырмын мен қазір. Так, бірінші галлапыңыздың өзін анализ жасайық. Біріншіден галлап тесттің именно 25 беттік отчетін алу керек. Именно бетті қарайтын болсаңыз, executing деген еңбекқор адамдар бар емес па? Жауапкершілік алады, өте жүйелі проблемаларды шешіп жүреді әрдайым. Сондай адамдар мына таланттары жанып тұрады экрандағы. Сізде ол нәрсе мысалы төмен. Сіз рутинамен айналысуды жақсы көресіз ба? Жоқ, қатты прям уақытты жүрмеймін, бірақ жауапкершілікті желательно алмауға тырысамын. Мүмкіндігінше біреуге асырып беруге тырысамын. Мысалы, бұл таланттар топта болғандар, наоборот, жұмыс жауапкершілікті алады, егер решать етіп жүреді. Сізде болса, инфлюенс деген блок, бұл ықпал ететін адамдар. Общение, печенье, движение, туда-сюда, осы адамдар. И сізде бұл таланттар жанып тұр, да? Сіз ықпал ете аласыз айналаңызда адамдарға. Сіздің сөзіңізді тыңдайды, сізбен адамдар кездеседі, что-там қайдасың, жиналмадық қой деген әңгіме көп. Көп айтады, бір ақылдасып жүретін бір мәселе бар еді дейді. Иә. И үшінші мына жақта көк таланттар бұл өте мейірімді, жұмсақ, адамдардың положениясына кіреді, олармен конфликтовать етпейді. Жаным, мен сен саған деген адамдар бар емес, осылар. Олар келіншектеріне гүл береді, сондай романтик адамдар осылар. Төртінші жасыл таланттар бұл ойланатын, оқитын, зерттейтін, всегда миында әрдайым бір концепциялар жүретін адамдар осылар. Енді 1 деген ең мықты талант, 34 деген ең әлсіз талант. То есть бұл бірақ сіздің деңгейіңізде. Егер Билл Гейтс тапсырса, оның да 34-ші таланты болады. Түсінікті ма? Сол үшін неғып менде барлық топта емес, неғып менде төмен деген болмайды. И ішінде жақсы әлде жаман деген талант жоқ. Бәрі де ортақ. Бәрі бірдей, просто қай талантты кім қалай қолдана алады, соған байланысты. Енді қараңыз, сізде бір адаптивность деген талант топта екен. Сіз адамдардың хал жағдайына тез кіресіз. Олардың ішкі жан дүниесін тез байқап қоясыз. Бүйтіп айтқысы келіп тұр ма, оның орнында болса мен де бүйтетін едім дейсіз ғой. Салыстырмалы түрде, иә. Сіздің бірінші талантыңыз бір адаптивность, а мен 34-ші талантым адаптивность. Егер де бір ситуация болса, мен тырысамдан қалам. Адаптация жасау маған қызық емес. Мен тез кірем. Сіз болсаңыз айтасыз, блин, оның орнында болса мен де сөйтетін едім дейсіз ғой. Себебі сіз көбірек толерантныйсыз маған қараған кезде. Екінші сізде обаяние. Сіз адамдармен тез бауыр сияқты сөйлесіп кетесіз ба? Иә. Адамдар да тез ашылып кетеді ғой сізге. Бұл осы талант. Менде мысалы обаяние 32. Біз екеуміз қарама-қарсы екеуміз. И менде обаяние төмен болғаннан кейін мен адамдарды таңдаймын. Бүйтіп ойсынса қалай болады екен деп сөйтіп жақындаймын. Сіз болсаңыз, вау, қалайсың, ей деп әңгімені жібересіз. Адамдар тез ашылып кетеді сізге. Үшінші талантыңыз релейтер. Өте терең жақсы қарым-қатынас құруды жақсы көресіз ғой? Иә. Долгосрочный. Иә, қысқа мерзімді былай тиіп қашты әңгімелер қатты қызық емес. Бұл осы талантыңыз. Біреулерде болады ғой, бәрібір өзіне подпускать етпейді, жақындатпайды. Сіз оны чувствовать етесіз ғой адамдар. Иә. Осы талантыңыз арқасында. Бірақ енді давайте мақтап жатқан сияқты болуымыз мүмкін. Экранның ар жағындағыларға кемшіліктеріңізді айтайық. Давайте, иә. Контекст 34, ұмытып қалу ықтималыңыз бар. Иә, прям жиі. Болып кеткен нәрсе сразу кетіп қалады да сізге. Как будто қазір келесі күн кездескен кезде есіміңіз кім еді деп тұруыңыз мүмкін, да? Адамдардың атын есте сақтамаймын. Адамдардың атын есте сақтамаймын, бірақ зрительский памятім жақсы. Адамдардың түрін жаттап қалам, бірақ ойланып қалам, қайда көрдім деген сияқты. Ал атын жаттауым үшін мен кем дегенде ол адам 3 рет немесе 5 рет кездесуім керек. Менде де атқа қиындау, бірақ менде контекст топта болғаннан кейін мен адамдарды көп есте сақтаймын. Мен алғашқы 750-800 шақты адамдың консультациясын жасаған кезде олардың мінездерін мен комбинациясын айтатын тұғым. Есімің кім еді, есіме жоқ, бірақ сенде индивидуализация бір деймін. Иә дейді. Одан кейін сенде мынандай емес пе, что-то өмірің не болып жатыр, карьераң қалай болып жатыр, сразу еске түсіретін тұғым. Уже 1000-ға жеткен кезде все, кетті. Реально, то есть сізде 34 контекст, 32 аналитика. Тез анализ жасау қиын ба? Математика қиын ба сізге? Математика өте қиын, иә. Рисктарды ойламайсыз, проблемаларды қарамайсыз. Жоқ. Наоборот, возможностьтарды көресіз. Иә, солай ғой. Одан кейін барып, сізде тағы да қандай талант? Көп ақпарат жинау, ойлана беру деген нәрсе болмауы мүмкін сізде қатты терең. Иә. Қандай жинай беру деген жоқ. Үйренуді жақсы көресіз, визуализация бешеный сізде мықты. Солай ма? Солай. Фантазия кетті ма?
Ракета ғой. Вот. Бұл сіздің футуристик деген талантыңыз. И оқуды үйренуді жақсы көресіз ғой жаңа нәрсе. Бұл сіздің 4-ші талантыңыз learner. Одан кейін сізде 6-ші талантыңыз коммуникация, сөйлесуді жақсы көресіз ғой. Иә. Микрофон берсе болды ма? Аттың басын жібересіз ба? Общение жақсы көресіз. Общение күшті жақсы көресіз. Бұл сіздің коммуникация. Менің жаңа төмен деген талантым осы. Вот. Одан кейін сізде significance бар, әдемілікке, сұлулыққа мән бересіз. Эстетикалық тартымдылықта өте жақсы көремін. Даже қарапайым кафетерияға баратын болсам, жайына бара салмаймын. Эстетичный әдемі жерін таңдаймын міндетті түрде. Мен жан-жақты бақылап отыруым керек. Осы талантыңыз хармони конфликт ұнатпайсыз. Жоқ. Мен түйісіп қалу ықтималыңыз бар, сразу біліп қоясыз, сезіп қоясыз. Не конфликтный адаммын. Иә. Всегда стараюсь алшақ. Достық жолын тауып кетесіз, дипломатия бар сізде. И одан кейін 9-шы талант эмпатия, күшті сезесіз. Адамдарды сезінесіз, настроениесі жоқ, неғып настроение жоқ дейсіз. Я өте эмоциональный адаммын. Мысалы, егер бір ортаға келсек, адамның көңіл күйі болмаса, сол адамның көңіл күйіне еніп кетемін. Иә. Ол адам көңіл күйін көтермейінше, мен де сол позицияда отырамын. Бұл сіздің эмпатия талантыңыз. Одан кейін барып, мысалы, менде эмпатия 33. И мен сұраймын, не болды деймін. Жоқ, бәрі нормально дейді ғой. Все, значит, нормально шығар деймін. И дальше аласыз. Жоқ, мен дальше қазбалап сұраймын. Себебі сіз сезіп тұрсыз ғой, а мен фактқа сүйенемін. Нормально деді, значит, нормально болды. Не үшін, не себепті, кім әсер етті? Себебі мен сезіп тұрған жоқпын. Егер қабағы бетіп тұрса, сұраймын, қабағы не үшін түйілді. Бұл факт та, а сіз күліп отырса да настроениесі жоғын сезіп қоясыз ғой. Бұл сіздің эмпатияңыз. И инклюдер өте мейірімсіз. Қалып баратқан, артта қалып қойғандар тартқыңыз келеді, давайте қыздар қайдасыңдар, отырып қалған қыздар тартқыңыз келеді деген сияқты сондай да. Иә, вот барлығына бір мать Тереза болғыңыз келеді. Бар ғой ол? Бар. А вот дисциплина 29, сізге уақытпен жүру, уақытты организовать ету қиын болуы мүмкін. Сіз 9-да дейсіз, и по факту 10-да болады дейді. Каждый раз 10-да болып қала береді. Не үшін екендігі непонятно мысалы да. Просто сіз уақытты чувствовать етпейсіз. Менде де слабо мысалы да. Екеуміздің ортақ нүктеміз. Одан кейін сізде команд 33 екен, контроль жасау, бақылау, басқару, давай үйтпе, бүйт деп отыру жоқ қой. Сіз көбірек сенім артасыз. Сенем болды. Бір жұмыс бердің бе, сенем. Олай сұрай бермеймін. Түткіліктеп адамды, бар ма, жоқ па, қашан, не болды деген сияқты қылып. Енді мысал сізге егерде адамдармен сезіне отырып, жылы атмосферада, сізді мақтайтын ортада, әрдайым сіздің идеяларыңыз, визуализацияңыз, армандарыңызға поддержка беретін орта болса, сіз рахаттанасыз, солай ғой? Солай. Бірақ уақытылы талап ететін документациямен айналыс, цифралар не деп жатыр, сатылым қалай жатыр, олар сұрайтын болса, ол шаршатады. И біз бұл мінездердің қай жерде болған кезде олар гүлдейді. Соған байланысты мамандық таңдаймыз. Осы нелер бойынша, критериялар бойынша. Егер де сіздің мамандығыңызда адамдарды сезінбеу керек болса, мысалы, айталық, хирург, адам деп келеді, сіз болсаңыз қолыңыз сезініп, соның положениесіне кіріп, машина қаққан кезде бүйтіп басып кеткен шығар деп тұрған кезде, қол аяғыңыз дірілдейді да, операция жасай алмай қаласыз. Сол үшін врачтар кетеді, шығуы мүмкін да. Немесе сізде уақытпен жүретін, условно, күнде уақытымен жүретін жұмыс болса, шаршатайсыз ғой. Шаршаймын. Мысалы, ойлаңыз, сіздің жұмысыңыз юрист, заңмен қатып қалған, сондай болу керексіз. Қалай? Операционный директор қылып қойса, сізді басқару керек оларда. Тез выгораниеға ұшырап қалам. Енді адамдар сол үшін 82%-ға кіреді. Білмейді ғой, өздерін танымаған ғой. Сол үшін олар ойлайды, мен бастық болып креслоға отырсам крутой болатын шығар. Барады, ол креслоның да ақысын бермейді, бастық та бола алмайды. Себебі адам мына жақта түсінген жоқ, қай горшок менің орным. Қай жерге отырсам, реально мен өсем. И енді сіздің мамандықтарыңыз шығарамыз. То есть мамандықтардан шығару бұрын бірінші адамның өзіне характеристика беру керек. Сіздің мықты тұсыңыз гибкость, Иә, бәрі айтады маған. И сіздің бірақ минус избегание долгосрочного планирования. План жасамайсыз ғой. Бұл обаяние, сіздің мықты тұсыңыз адамдардың сенімін тез жаулай аласыз. Вау дейді адамдар. И минусыңыз поверхностное отношение. Келесі күн мен ғой деген кезде сіз кімсің деп тұруыңыз мүмкін, да? Иә, ондай бар. И одан кейін үшінші талантыңыз способность строить глубокое отношение, терең қарым-қатынас тоже қалайсыз. Видите, сізде екеу де бар. И поверхностный бар, и тереңдік бар. Просто екеуін дұрыс комбинация қолдану керек, да?
Избирательность в общении. Сіз адамдарды таңдайсыз ғой. Маған айтайын ба, мына айтпай ақ қояйын ба. Иә, бар. Бірақ хотя бы мына екеуі бір-біріне теріс сияқты таланттар. Теріс келіп тұрған сияқты, иә. Сол үшін сізде негізі екі теріс талантты біріктіре алсаңыз, сіз суперспособность пайда болады. Ал егер де кейде былай, терең сөйлесетін кезде поверхностно сөйлесеңіз, или просто так контакт болған кезде ойбай, терең кіріп кетсеңіз, сіздің эмпатияларыңыз сізді шаршатып бастайды уже. Сол үшін адамдардың проблемасы мына жерде. Айналада анау мені отырғызып кетті, мынау мені алдап кетті емес. Сен алдандың. Сен дұрыс емес, түнгі сағат 3-те клубта неғып жүрсің, басың жарылып. Егер де условно білім отыратын университетте күндізгі 3-те сен таяқ жемейсің. Түнгі 3-те таяқ жейсің. Сол үшін бұл нәрсені контроль жасау керек та. Сол үшін біз адамдарға бірінші мінез береміз. Өзінің мінезін түсінгеннен кейін оған какой-то бір план пайда болады. И одан кейін барып сізге профессиялардың тізімін береміз. И вот қараңыз, сізде мынандай профессиялар шығып жатыр. Бір посол дейді. Адамдардың арасында достастырып жүресіз ба? Иә, таныстырып, ортаға жинап. Бұл посол, мысалы, да? Одан кейін туристический агент дейді. Адамдарға күшті ощущение бересіз ба? Иә, егер мен бір жерге демалып келсем, күшті ғып сипаттап айтып берем. Имам священник, ақыл айтасыз, ақыл кеңес үшін келе ме көп адамдар? Иә, андай прям душу изливать дейді ғой. Иә. Одан кейін учитель музыки, социальный работник, сценарист, туристический гид, мысалы, бұндайлар жұмыстар. Табиғаты тура келе ма сізге? Иә. Енді қараңыз, бұл жерде біз мына маманда көп табыс табады или аз табады деп айтпаймыз. Табыс ол побочный эффект. А тут сіз как раз таки бұл сочетанияны қосқан кезіңізде сізде осы мамандықтар ұнауы мүмкін. Давайте вот сізге тура келмейтін мамандықтар шығарайық біздің базада. Замдиректор по административно-хозяйственной работе. Қысқа? Жоқ. Немесе специалист по закупкам. Жоқ, сан. Категорийный менеджер. Менеджер IT-проекта. HR-аналитик. Жоқ, HR ол менікі емес. Офицер-сапер. Кітап іздеп жүру жердің астынан. Жоқ. Мысалы, да? Иә. Сол үшін сізге в целом қай сфералар жаңа продукттар жасау керек, жаңа проекттермен свежий болу керек сізге. Себебі карьера бойынша сізге искусство ұсынып тұр. Бұл жұмыс жауапкершіліктер алған кезде сізде карьераңызға уже как минимум біз бақыт обещай гарантия бере алмаймыз. Бірақ сіз бақыттырақ боласыз. Бобыр мырза, біз студиямызға келген әрбір қонаққа дайындайтын сый кәдеміз бар. Сол біздің STEM академиясының сыйы. Рядом нет, но в мыслях постоянно дейді. Сондықтан дәл осы заттарды қолданып жүрген кезіңізде бізді әрдайым жарқын естелікпен еске алып жүріңіз. Все, рахмет үлкен.